Сырымда туылып 1712 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Сарыой ауылында дүниеге келген. 1783-1797 жылдары Ресей патшасының отарлау саясатына қарсы күрескен кіші жүз қазақтары көтерілісінің көрнекті басшысы, атақты батыр, әйгілі шешен. Шыққа тегі кіші жүздің байұлы тайпасының Байбақты руынан 20 жасында өзінің асқан ақылдылығы арқасында өз ортасына тым ерте танылып, әділдік мен атты шыққан Байбақтының бала биі атанады. Сырым кіші жүз бірлестігінің деңгейіне көтеріліп, ел ішінде құрметке ие болады. Сырым датұлы қазақ тарихында ерекше орын алатын тұлға. Ол өзі өмір сүрген заманда тек қазақ даласына ғана емес, сол кезде қазақ даласы мен көршілес өзбек, қырғыз, түрікмен елдеріне даңқы жайылған, түркі тілдес елдерге де аты шыққан тарихи тұлға. Қазақтардың енді ғана бодандыққа ала бастаған естеліктер қазақтың Сырым батыры жайлы хабар жаңалықтарға құлақтарын ерекше түріп отырған. Батыры әйгілі шешен Сырым датұлы жерленген қорымды өзбек ағайындар қарап күтімге алған. Ресей империясының озбыр отаршыл саясатына қарсы шығып, кіші жүздегі ұлт-азаттық қозғалысты бастаған бабамыз көрші елдің Хорезм облысында жерленген. Қазір қазақтардан гөрі қолбасшы батырдың рухына ала тақиялы ағайын көп тағзым етеді екен. Оның себебін Өзбекстандағы меншікті тілшіміз Жасын Біркенов біліп қайтты. 1802 жылы Хиуа хандығында қаза тапқан Сырым датұлы бүгінде Хорезм облысының Күрлен ауданында жерленген. Бірақ бабамыздың тап осы жерде мәңгілік мекен тапқанын екінің бірі біле бермеді. Сондықтан да Қазақстаннан батырдың басына келіп зиярат ететіндер аз екен. Қол бастаған көсем, сөз бастаған шешеннің сүйегі қайда жатқаны 2007 жылға дейін беймәлім болды. Ресей империясының озбыр саясатын қолдаған сұлтандар қудалаған соң, халық батыры 1797 жылы Хиуа хандығына өтіп, осы жерде оны улап өлтірді деген ақпарат бар. Бірақ 14 жыл бұрын Өзбекстанға арнайы келген ғылыми зерттеу экспедициясы Сырым датұлының қорымын Хорезм облысынан табады. Сөйтсе бабамызды жергілікті тұрғындар ғайып ата деп атап, оны әулие көреді екен.